Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous ол аты айтып тұрғандай, өткен шақтағы созылмалы өткен шақ. Яғни, өткен шақта болған іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекет созылған. Ал оның жасалу жолы мұнда subject ол бастауыш және had көмекші етістігі жанына қосылған been көмекші етістігі және ing жалғауы жалғанған кез келген етістік қойылады. Ал object ол толықтауыш. Мысалға, Yesterday morning, I looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. Кеше таңертең мен терезеден сыртқа қарадым. Күн нұрын шашып жатты. Бірақ жер қатты нам немесе сулы болды. Оған дейін жаңбыр жауған болатын. Осы past perfect continuous шақтағы етістік жақтарға қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Past perfect continuous шақтағы етістік жақтарға қарай айтарлықтай ешқандай өзгерістерге ұшырамайды. Бірінші жақта, мысалға, I had been sleeping when movie started. Кино басталған кезде мен ұйықтап жатқан болатынмын. Мұнда had және been көмекші етістігі және ing жалғауы жалғанған sleep негізгі етістігі қолданылған. Екінші жақта, мысалға, You had been sleeping when movie started. Кино басталған кезде сен ұйықтап жатқан болатынсың. Үшінші жақта, мысалға, She had been sleeping when movie started. Кино басталған кезде ол ұйықтап жатқан болатын. Ал көпше түрде мысалға, They had been sleeping when movie started. Олар кино басталған кезде ұйықтап жатқан болатын. Бұл сөйлемде дәл бірінші жақтағыдай had және been көмекші етістігі және ing жалғауы жалғанған етістігі жазылады. Ендігі кезекте осы past perfect continuous шақ сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығын білсек. Болымды сөйлемде, мысалға, Алия had been singing before the teacher came. Мұғалім келместен бұрын Алия ән салып жатқанмын еді. Мұнда had көмекші етістігі және been көмекші етістігі және ing жалғауы жалғанған sing негізгі етістігі қолданылған. Болымсыз сөйлемде, мысалға, Алия had not been singing before the teacher came. Мұғалім кірместен бұрын Алия ән салып жатқан еді. Ал мұнда had көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін қоямыз, сөйлемді болымсыз түрге айналдыру үшін. Ал сұраулы сөйлемде, мысалға, Had Алия been singing before the teacher came? Алия мұғалім кірместен бұрын ән салып жатқан беді. Мұнда had көмекші етістігін сөйлемнің алдына, яғни басына шығарып жібереміз. Ал been көмекші етістігі және ing жалғауы жалғанған негізгі етістік өз орнында қалады, сұраулы түрге ауысу үшін. Осы past perfect continuous шақ сөйлемде үш түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші жағдай. To describe a past action already started and continued up to another action or time in the past. Яғни әлде қашан басталып, өткен шақтағы белгілі бір қимылға дейін болып жатқан шақта көрсеткенде. Мысалға, The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Жаңбыр басталғанға дейін балалар 1 сағат бойы футбол ойнады. Екінші жағдай, all to express duration before something in the past. Яғни өткен шақтағы белгілі бір уақыттың қайталануы. Мысалға, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Ричардқа демалыс керек болды, себебі ол 6 ай бойы жұмыс істеп келе жатты. Ал үшінші жағдай, ол to describe the cause of something in the past. Яғни, өткен шақтағы белгілі бір қимылдың
себебін көрсеткенде. Мысалға, he was tired because he had been jogging. Ол шаршаған еді, өйткені ол жүгірген болатын. Осы past perfect continuous шақтың past perfect шақтан басты айырмашылығы неде? Ол былай. Оның басты айырмашылығы past perfect continuous шақтағы етістік өткен шақтағы іс-әрекетке дейін үздіксіз жалғасын табады. Ал past perfect шақтағы етістік бір ғана мәрте орындалуы мүмкін, немесе бірнеше мәрте қайталануы мүмкін, бірақ үзілістермен. Мысалға, past perfect continuous шақтағы сөйлем. We had been walking down the street when the bomb went off. Бомба жарылған кезде біз көше бойымен келе жатқан едік. Бұл сөйлемде іс-әрекет созылмалы түрде жалғасқан немесе іске асқан. Ал мысалға past perfect шақтағы сөйлемде We had walked down the street when the bomb went off. Бомба жарылмас бұрын біз көше бойымен жүріп өткен едік. Ал бұл сөйлемде біз бірнеше мәрте жүріп өтуіміз мүмкін, бірақ үзілістермен. Яғни, іс-әрекет бір немесе бірнеше мәрте үзілістермен іске асады. Ал past perfect continuous шақта ол үздіксіз жалғасады.